Информатика пәнінен ұбт-да келген мына тапсырманы бірге есептеп көрейік. Өлшемі 525 килобайт файл 2 минут 8 секундта тасымалданды. Желінің тасымалдау жылдамдығын анықтаңыздар дейді. Яғни бұл жерде мынандай формула бар еді. Көлемі тең болады жылдамдық көбейтілген уақытқа. Бұл жерде жылдамдық табуымыз қажет. Жылдамдық Q тең болады V-ны T-ға бөле саламыз. Яғни V-ны бізде қанша? 525 килобайт. Килобайтты біз неге айналдырып алуымыз керек? Жауаптарында қарасаңыздар битпен берілген, битке айналдырамыз. Битке айналдыру үшін 1024-ке көбейтеміз, байтқа айналады, оны 8-ге көбейтсек битке айналады. Келесі бөлеміз Т-ға. Т бізде 2 минут 8 секунд, ол секундқа айналдырсақ 128 секунд болады. Тең есептейміз. Мынаны есептеп 128-ге бөлетін болсақ, бізде қанша шығады екен? 33600 бит бөлінген секунд. Сонда дұрыс жауап қайсы болды? Бізде С жауабы